Сәлем балалар. Аға! Ого! Оп! Аға, ертегі айтып берші. Ертегі айтып берші. Жарайды. Сәлем балақайлар. Ертегі тыңдауға дайынсыңдар ма? Ендеше ертегімізді бастаймыз. Ал балақайлар, ертегі оқып берейін. Кітаптың мазмұнын қарайық. Еңбекпен тапқан нан атты ертегі. Ого, бірден ашылды. Мінекей. Аға, еңбекпен тапқан нан, ол қалай? Ол былай болады. Баяғы өткен заманда бір қатыгез қатал бай болыпты. Оның қол астында көптеген адамдар болыпты. Соның бірі бір жас бала болыпты. Жас баланы шақырып алып, бай: "Ей, Ой, неге айқайлап жатыр? сен базарға барып күріш алып кел. Бірде-бір дәнін түсірмейтін бол. Әйтпесе сазайыңды тартасың" деп кетіп қалыпты. Ол бала болса, әміріне бойұсынып, базарға жүріп кетіптір. Ой, енді қалай болады екен? Ол бала барлығын дұрыс жасады ма екен? Уайымдама дөйдір. Ол бала ақылды. Базар жаққа жақындай бергенде, ой, базарда не жоқ дейсің. Түрлі бәліштер. Және де не бар деп ойлайсың? Не бар? Ой, аға, мен қайдан білейін? Айтшы тез. Айтшы. Ол базарда. Оп. Дөйдір келісіп алайық. Көп тәттіні жеуге болмайды. Базарда көптеген печенье, шоколад, жаңғақ, пряник, тәтті тоқаштардың бәрі бар екен. О, аға, келістік. Тәттіні көп жемеймін, бірақ бұның бәрі менің қасымда тұратын болсын. Жүре ма? Дөйдір, ой деймін. Аға, менің қасымда тұра берсінші. Осы жерде тұра берсін, е? Әрмен қарай ертегіні жалғастыра берейікші, аға. Әрмен қарай не болды? Жарайды дөйдір, келістік. Әрмен қарай бала біраз жүріп, байдың тапсырмасы бойынша бір қап күрішті сатып алады. Сонымен өзінің күрішін алып алып, байдың үйіне қарай келе жатса, алдынан жағдайы жоқ бір ақсақал кезігеді. Ақсақал: "Балам, бір қайыр етші. Бірнеше күннен бері ашпын. Ішерге ас, киерге киімім болмай жүр" дейді. Қайыршының бұл сөзін естіп тұрған бала аяп кетіп, қолындағы бір қап дорбасын бере салады. Оған ақсақал: "Өркенің өссін балам, жолың болсын, саған 1000 алғыс айналайын" деп кетіп қалады. Ой, енді жас бала қолындағы дорбасыз үйге қалай барады? Қолында дорба жоқ. Жас бала үйге келеді. Алдынан бай күтіп алады. "Ей ақымақ, күріш қайда? Қолыңдағы дорба қайда?" деп айқайлайды. Жас жігіт: "Bir қайырымдылық жасадым, бір ақсақалға беріп кеттім" дейді. "Ей, басың істей ма сенің? Түс алды ма? Сазайыңды берейін сенің" деп айқайлап алып кетеді. Мінекей, оны бай есінен танғанша сабап тастайды. Бір кезде бала есін жиып айналаға қараса, мінекей, мына суреттегідей. Айнала жап-жарық, ал бала өзі айдалада жатыр екен. Бала түсінбей жан-жағына қарап: Ой, жас балаға неге олай жасайды екен? Сосын әрмен қарай не болды? Бір кезде жігіттің қасына бұрынғы қайыршы ақсақал келеді. "Тұр балам, еңбек ет" дейді. Бала: "Ата, менің жерім жоқ қой" дейді. Сонда ақсақал: "Мына жердің барлығы сенікі. Балам, мен сені сынаған болатынмын. Сынақтан аман өттің. Сенің басыңа қонған бақ болатынмын. Батамды бердім. Ендеше еңбек ет. Ал балам, саған бар жақсылықты тіледім" деп жүріп кетеді. О,
Алақай. Сосын әрмен қарай не болды екен? А? Содан соң жас жігіт атып тұрып еңбек етеді. Жер жыртып күріш егеді. Содан соң ер жеткеннен кейін маңдай терімен тапқан ақшасына бай да бақуатты өмір сүрген дейді. Ал, дөйдір, не түсіндің? Балалар, сендер не түсіндіңдер? Ойларыңды айта отырыңдар, жарай ма? Аға, мен деген ер жеткен соң, сондай еңбекқор, сондай тіл алғыш бала боламын. Достар, сендер де сондай болыңдар, жарай ма? Ата-ананы тыңдаңдар. Ал, келесі жолыққанша балақайлар, достар, сау болыңдар. Мен сендерді асыға күтетін боламын. Ал, ана жаққа барып, өзімнің тәттілерімді жеймін. Ал, балақайлар ұнаса лайк басыңдар. Сау болыңдар.